Қайырлы күн баршаңызға. Ауызашарға тарыдан май сеуге емес, осы жолы өте дәмді етіп десерт дайындадым. Барлық қонақтарға өте ұнады және де рецепті қандай деп сұраған соң, мен осылай сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Талқаннан осындай арасында кешеуі бар жент дайындадым. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Тарыны жақсылап жуып тазалап, қазанға салып, үстінен асырып сүт құямыз. Отқа қойып, бір қайнағанын күтеміз. Ол қайнағанша біз талқаннан жент дайындаймыз. Талқанды ыдысқа салып, үстінен құмшекер саламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттерді мен видеоның астында описанияға жазып қоямын. Сол жақтан қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Үстінен қоюлатылған сүтті саламыз. Және де бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Барлығын лопатканың көмегімен немесе жай ғана қолыңызбен араластырамыз. Мен басында осылай лопаткамен араластырдым, одан кейін қолмен жақсылап араластырып алдым. Өте жақсы бірігіп, осындай өзінің формасын ұстайтындай болады. Тарының асты жабысып қалмас үшін арасында қозғап тұруды да ұмытпаңыздар. Міне осылай бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін астындағы отты өшіріп, қақпағын жауып 20 минутқа қоямыз. Жентті дайындаймыз. Жентті осылай кішкене етіп қолымызға алып, арасына кешью салып жасадым. Негізінде ештеңе салмасаңыздар да өте дәмді болады. Кейбіреулер мейіз салып жатады. Енді ол өз қалауларыңызбен. Жентті әртүрлі формада жасай беруге болады. Үйдегі бар кез келген формаларыңызға салып, тоңазытқышқа кішкене уақытқа қатырып қойып, және формадан алып жасай берсеңіздер де болады. Немесе осылай жай ғана мен секілді қолдарыңызбен қысып, басын біріктіріп, формасын осылай жасасаңыздар да болады. Дәмі енді өте керемет болып шығады. Тарымыз 20 минут уақыт тұрған кезде бойына сүтті сіңіріп, жібіп, жұмсарып пісіп қалады. Және де барлығын бөлек ыдысқа салып алып, оның үстінен қаймақ және де қоюлатылған сүт және де балмұздақ салып, барлығын араластырамыз. Міндетті түрде осы десертті дайындап көріңіздер. Тары жемейтін жандардың өзі осы десертті жақсы көріп жейтін болады. Дәмі өте нәзік, әрі ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақтарыңызға да, өздеріңізге де ұнайтынына мен сенімдімін. Десерт дайын болған кезде осылай ыдыстарға салып, бетіне балмұздақ салып ұсына берсеңіздер болады. Дайын болған десертті ыдыстарға құйып, бетіне балмұздақ салып ұсынамыз. Пайдасы көп осындай тарыдан. Міндетті түрде осылай десерт жасап берсеңіздер, балаларыңыз да өздеріңіз де сүйсініп жейтін боласыздар. Видео рецепт ұнаса, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Сіздермен болған Нағима ас болсын.